40-қа дейін үлгермесең, қиын болады жағдайың. Шын айтайын бар ғой, мен міне 15 күн болды ғой таңертең 5-те тұрып жүргеніме. Не түсінгенімді айтайын ба? Түсінгенім біз өмірді босқа өткізіп жүр екенбіз ғой. Әртеуір күн өтсе болды деп жүрміз. Бірақ мен қазір 32-демін. 7,5-8 жылдан кейін 40-қа толам. Вроде кеше ғана бала едім. Вроде кеше ғана жүгіріп ойнап жүредік. Уайым жоқ, қайғы жоқ. Өміріңнің соңына дейін өкінішпен өтпес үшін 40-қа дейін істеріңді істеп қал. 40-тан кейін өте қиын болады. Көп адамдардың айтатыны осы. Сол үшін 40-қа дейін, қазір мүмкін сен 30-дасың, мүмкін 18-десің, мүмкін 20-дасың. Әрине үлкен адамдарға балта шауып кесіп өзгермейсің деп айтуға да болмайды. Бірақ 40-қа дейін адам істерін істеп қалу керек. Өйткені біз білмейміз қашан қайтатынымызды.